Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı YouTube görüşçüler, жылқы сүйүүчүлөр. Достор, biz бүгүн Кара Суудабыз. Кара Суунун Кара Сокпоз айылынан бүгүнкү чыгарылышта сиздерге таза дыйкандан жакшы улакка даяраттар чыкмакчы. Канча ат чыгат бүгүнкү чыгарылышта Атабектин аттары тууралуу маалымат беребиз. Анда чыгарылышты баштасак. Атабек, ассаламу алейкум. Ден соолук иштер жакшыбы? Машалла, тынч, Аллага шүгүр. Бүгүнкү чыгарылышта канча ат чыгарабыз? 3 ат чыгат, а? Анда биринчи номердеги аттан баштай берели. Алдыбызда турган күрөң кашка экен, а? Бир чоң аттардын бири, достор. Атты көрсөңүздөр болот. Атабек, анда ат тууралуу маалыматты бердин, баштайлы экен. Бул аттын жашы тууралуу айт биринчилер. Жашы 4 асы. 4 асы. Улагы торпоолактарга чыгып жүргөн, чоң улакка. Торпоолактарга. Чоң улактарга, чоң ат экен негиз, а? Чоң ат. Ошондо аттын тегин айтпайсың, кайсыл жактан келген? Тегин жашынан бизге келген. Жаштан эмне кармайсың ба? Таза дыйканчылык экен анда. Ушул атты эми ким керек болуп сатпабыз. Буга чейин бул атты кандай улактарга, чоң жыйындарга мындай бир результаттар барбы? Жакшы. Аттын жашы 4 асы дедик, а? Бою канча чыгат? 70ке чыгат го дейм. 170ке барат, а, негизи чоң, жоонунан келген ат экен. Өлчөп көргөнүн сөзүн. Өлчөп аттын мындай кашкабактарын көрсөтөм, достор. Атабек, аттын мүнөзүн айтчы, кандай негиз кармаганга? Мүнөзү колго жоош. Колго жоош. Улагы жакшы. Улагы жакшы. Көкүрөктү карасаң. Кайманаты барбы, жокпу? Кайманаты жок, койгон эмес. Кайманаты жок. Үйүрдө жүргөнбү? Кандай караган, жакшы эле? Жакшы да караган. Аттын бир басымдарын, мындай түз айдачы, чатка аяктарын. Ушундай түз айда, жаныбар. Атабек, аттын сууту келелекпи? Чыга элекпи? Багууда турабы, а? Инген адам жок болсо. Мынаяка бастырчы, басымдарын эке. Достор, басымдарын көрүңүздөр. Бер кайта берем. Атабек, эми аттын ден соолугу тууралуу айтчы кам? Ден соолугу жакшы. Путу колу таза. Эч бир жеринде бир дефект жок, а? Жок. Такаа турушу жакшыбы? Мынеке, достор. Атабектин биринчи номердеги аттын баасын айтайлы эми. Эл сурай турган кылып. Бою 1.65 плюс экен анда, 70ке барат. Өлчөгөн эмес. Өлчөгөн. Канча дейбизем, эл сурай турган кылып айтайын бир. 1 миллион 200 миң деп атабыз. 1 миллион 200 миң. Айтылган баасынан кеми болот, а? Улагына жооп. Улагына үйүрдө жооп. Кирип чыгып бир текшерип алам десе да болобу? Анда биринчи номердеги аттын баасы 1 миллион 200 миңге коюлду, достор. Баалашып көрөсүздөр. Анда бул биринчи номердеги ат болду. Экинчи номердеги атты көрсөтүн баштайлы, а? Экинчи номердеги аттагы келип калды. Тонар Атабектин экинчи номердеги тор аты тууралуу дагы маалыматты бердин, баштайлы. Атабек, экинчи номердеги аттын сууту келип калган окшойт, а? Сууту келген окшойт дейм. Сууту келип калды. Сразу эле чаба баштадык. Анда экинчи номердеги ат тууралуу маалыматты бердин, баштайлы. Бунун жашы тууралуу айтайм. Жашы 2 асы. 2 асы. Таза кыргыз жылкысы, а? Таза карабай. Карабайыр. Атабек, бунун бою канча чыгат эми? Боюн өлчөбөдү экен точносы. Алган адам өлчөп кел. Кел ушул жерден өлчөп, кадимгидей колду кармап баалашса боло берет экен, а? Жашы 2 асы. Жашы 2 асы. 2 асы эмнеге, достор. Көкүрөк омурабы эмнеге. Кашкабактарын көрсөңүздөр болот. Путу колу таза, а? Таза. Такаа турушу жакшы. Жакшы. Дыйканчылык. Дыйканчылык. Атабек, ошондо бунун улагы тууралуу айтпайлы эми? Улагы жакшы. Чоң жыйындарга кирдиби? Чоң жыйындарга кирет. Теке улактарга? Теке улактар. Торпо улактаргачы? Улактарга сал көргөнбүз. Бир ушул аттын ордудан туруп буроолорун оңго, солго көрөлү, бир жылоолорун көрөлү. Кириши чыгышы жакшы бар, а? Ооба, жакшы.
Çabuk koyun olsa жақсы болады. Тексеріп көрсе болады. Уақытты тескеріп, мен салып қайтсам болады. Tamam. Солға бұрайым, солға. Так, жандар. Ha! Қармағанға жоғыш бұл. Мінөз жақсы, а? Қоршының өзі жоқ. Теуіп іште башша өнерлері жоқ. Бұл аттың бағасын ем қанша дейсіз? Bir Жақыны 200 отырмыз. жақын 200 мі? Кемі болады? Сүйлешсе болады, а? Bir мұндай түз айдасы шатқа аяқтарын, артқы көрініштерін, басымдарын көрсетемін мәге. Мәге достар. Таза бұл арзан базар басынандағы жөндей қойылды. Өзіңіздер бұға шейінгі шығып жатқан аттарды базардадағы башқа жерде көріп тастар. Аттың басы арзан қойылды. Атек бұл 2-ші номердегі аттың маалыматын толық айттық. 3-ші номердегі аттың ат чоң ат балда. Чоң ат, Россиядан келген. Андарында көрсетіні баштайлы. Жақшы, бұл 2-ші номер болды. Туғандарынан да Атебектің 3-ші номердегі өспірім тайда келіп қалды. Атебек анда 3-ші өспірім тай туралы маалыматты берін баштайлы. Бұл тай қаяқтан келді? Россиядан келді бе? Өте жоғыш екен, бірақ, жоғындықтарын қаран, көкірек, қошқабақ. Мұна көкірек өмірлерін қаран, достар. Көкірек өзі 1 гектар екен. Бұты қол тақа көрген мәс бе? Тақа көрелек. Артқы көрініштерінен. Бұл азыр мұндай бір жолында тауып басале оқшайды, а? Жоқ, басале, жақын әле мендің бе? Қанша, 1 ай болды менгені? 1 ай болды. 1 ай болдек. Бойы қанша шығышы мүмкін? 165 плюс. 165 шығып қалады, а? Плюс. Жашы ше, жашы? Жашы құнан. Жашы құнан. Жазға бұшты? Жазға пішті. Жазға бұшты. Тішін бір аштыра ба? Жақсы, жоғыш екен, а? Мәге достар. Тіші. Жазға бұшты. Так. Мәге. Алмаштыр еле екен, жүз сүріп, сәкен баштап тұр. Көріңіздер, бұрыл қашқа мәге. Бұрыл қашқанын азыр сіздерге бағасын айтайлы. Аты қанша дейді. Азыр чоғуға ауыз. Атабек әмі бағасын айт. Бағасы 400. 400 мың. Айтылған бағасынан кем болады, а? Кем болады. 3-ші номердегі бұрыл қашқанын бағасы 400 мың соң қойылды. Доллар есебінде бүгінгі курс менен сөз түрді экранбетіне жайғаштырам. Анда шығарылышты соңынан шығарауыз. Атабек, соданға игілік. Бүгінгі шығарылыштағы аттарды елеріне тапшырып ал. Шығарылыш қандай болды, ой пікірді комментарий қалдырыңыздар. Кейінгі шығарылыштарға чейін көрішкіңіз аман тұрыңыздар.